Жаман жегенін айтады демеңіздер, бірақ ше реально жеп ұйықтағаннан басқа дым бітіріп жатқан жоқпыз ше. Келіңдер, бір таңға дейін жүретін балашаға түскі астарын жебіңдер. Ау жаным, жейсің тамақ сен. Жейсің, неғып жемейсің. Ойбай, 4 бала туғандағы шықпаған тер, шілде тер. Мына 4 баланы шомылдырам деп шығып жатыр ғой. Мантыға тыңқиып алдық жаңа. Одан кейін 4-шісінен бастадық. 4-шісін шомылдырып, оны нокаутқа жібердік. Одан кейін қыз кетті, Рамин, Кай қазір. Ең соңынан ванна өзіме тиін деп жатыр. Сіздер көтіріп бізге шын кеспеге жешіп алдық арасында. Балалар, енді ұйықтамасаңдар, ят болады енді. Әй, қызғалдақ. Телефон көріп болмадың ба әлі? Қызым, менің қызым. Өскенде кім болғысы келеді мен қызым? Бай болғым келеді. Ужас, ана. 3 жастағы қыздың айтып отқан сөзі бай болғысы келеді. Рамин, бай деген қандай адамдар олар? Мен айтайыншы. Айтшы. Бай дейді, сонда ақшасы көп болады, содан атанда бабуji байтады, сондай, қазір сондай бай бол. 2 машинасы бар, ақшасы көп, оны адамдар көргенде вау дейтін адамдар бай екен. Так, сен түсінігіңде бай болу деген не? Мен айтам, бай деген мынандай болады. Мынандай бассейн ба, жекмек бассейн ба, үшінші бассейн ба, содан кейін мынандай машина бар, Феррари, Макат деп. Сосын? Мынандай алмастар көп, золото көп, ақша көп, печать көп, сондай, мынандай меніңше халықтың есеті ба, сонда роботтар ба, сонымен анау неге ұқсайды, макатерге ұқсайды, машина ба, нәрде, әке жөндейтін ба өзіміз. Өзінің гаражы бар ма? Сонда үйке олмайбыз, не о, Феррари, Феррари, мақұл болыпты, түсіндім. Ойбой. Сен жасың қаншада? Мен ба? 5-те. Жасы 5-те, Феррари армандайды бұлар. Мен Феррариде. Сосын? Мен несі Феррари алғым келдім, қыры түс. Қызыл түс Феррари? Мен айтмам. Феррари алу үшін не істеу керек адам? Жұмыс істеу керек, жолыта, бәрін алу керек. Жұмыс істеу керек, золото алу керек дейді. Әлі мен өшкен жоқпын. Әлі мен жасыма 5. Әке сады неше қалам. Әке сады дәуам, соң кейін жұмыс істеймін. Соң кейін жолыта көп жасау керек. Құбының золото алу керек. Сендерге ше, өскенде кім боласың деп сұрақ қойған, мен өкініп кеттім, балалар болды, ұйықтаймыз. Қазақта ішің күйсе тұз жала дейді. Жата қалып домала, одан қалса тұзға. Ана іші күйіп, өртеніп баратқандар. Бұл маған кедергі де емес, іштеңе де емес. Мен істеп жүрген, не істеп жүргенімді білем мен өзімнің. Мен өзіме жауап бере алам, мен өзім басымды тік алып жүр алам. Одан кейін мен біреудің ақысын жемеймін. Жүрген жерімнің бәрінде әділдік, шындық, адалдық. Ырысбаланың кіршасы кім? Кіршам менің, жоғары жақта. Сен сияқты арамзалардың сөзі өтпейді о жаққа. Құдай менің кіршам, Алла бір төмемдегі. Ары кетсе бір-екі сағат уақытым кетеді, болды, басқа ештеңем кетпейді, 5 бидайым күймейді. Сен бірің шекер, бірің бал, бірің өліп, бірің қал деп өле қалды, Алланың алдына барып сұра.